ниетімен өзін түрме сияқты ағаш үңгіріне қамап ұстайды. Тек тірлігі үшін бір кішкене саңлау қалдырады. Оның азығына сырттағы аталық құс жауапты болады. Міне бұл айнымас махаббаттарымен аты белгілі айдарлы мүйіз тұмсық құс. Айдарлы мүйіз тұмсық құстың бір аталығы мен бір аналығы тұрақты жұптасып тіршілік етеді. Егер жұптары жарасса, бір-біріне өмірлік серік болады. Биылғы көбею маусымы енді ғана басталды. Бұл бір жұп құс ұя салып жұмыртқалауға дайындалып жатыр. Олар тұңғыш жұмыртқалар алдында жарғанат үңгірінің кірер аузына келіп ерекше бір салтты орындайды. Аталық құс бір жарғанатты тұмсығымен тістеп әкеледі. Жарғанат олардың негізгі азық қайнары емес болса да, осы арқылы аталық құс өзінің азық аулау өнерін және жұбына деген шынайы сүйіспеншілігін әйгілейді. Аталық құс аталық құстың аңшылық өнеріне көз жеткізгеннен кейін, олар орманда біршама жасырын ағаш үңгірін тауып жұмыртқалайды. Ағаш қуысына кіргеннен кейін ұрғашы құс өзінің қауырсынын жұлып тастайды да, ендігі ары аспанда еркін самғаудан қалып, ұрпақ үшін тыныштық күйге өтеді. Ал аталық құс балшық тасып әкеліп, ұядағы жеміс қалдықтары мен құс саңғырығын араластырып, үңгірдің аузын бекітіп, тек бір тар саңлау қалдырады да, азық жеткізуге істетеді. Бейне барлық тіршілік жолын жауып тастағандай, тек сүйіспеншілікке болмашы жол қалдырады. Осылайша бұл үңгір олардың махаббат бесігіне айналып, дүниеге келгелі тұрған кішкентай тіршілік иесінің танасы, әрі оның аталық құсқа деген сенімінің айғағы болады. Ал аталық құс осы кезде бүкіл отбасының тірегіне айналады. Әрі осы махаббат қорғанының кем болса болмайтын қорғаушысы болып шығады.